Аш қарынға не істеуге болмайды? Адам аш қарын жүрмеуі тиіс. Аш қарынға бұлай істеуге болмайды, үйтуге болмайды дегенді жиі естейміз. Адамның ашыққан кезі мен аш қарын жүруі өте нәзік тақырып. Аш қарынға бөтен тағамдар ішуге, жеуге болмайды. Асқазанның аш кезін дұрыс пайдаланған абзал. Ендеше үнді диетологтары аш қарынды бүлдірмеудің келесі кеңестерін ұсынады. Біріншіден, аш қарынға шай немесе кофе ішуге болмайды. Кофеин оянбай жатқан ағзаны улап, асқазандағы қышқыл деңгейін көтеріп жібереді. Сондай-ақ үнді диетологтарының айтуынша, аш қарынға спирттік ішімдіктер ішуге болмайды. Спирт қанға тез сіңіп, ағзаны эталонмен улауы мүмкін. Екіншіден, аш қарынға сағыз шайнауға болмайды. Бұл да асқазан сөлінің бөлінуіне әкеледі. Асқазанда түк жоқ болғандықтан, ол сөл шырышты қабатты ерітіп, тоздырып жіберуі мүмкін. Ал мұның соңы асқазан жарасына айналуы мүмкін. Үшіншіден, аш қарынмен жүріп, сауда жасауға болмайды. Әсіресе супермаркетке немесе дүкенге барып азық-түлік алуға болмайды. ақш зерттеушілерінің айтуынша, аш жүрген адам ашкөздікке салынып, көп тауар алып қояды екен. Соның ішінде керек емес бос заттар да болуы мүмкін. Ал бұл қаржылық тұрғыдан жақсы нәрсе емес. Төртіншіден, аш қарынға айтысуға, пікір таласқа түсуге, жанжалдасуға болмайды. Дискуссияға түскен адам тез энергия жоғалтады. Содан қанда глюкоза түсіп кетеді. Ал ондай кезде адамның эмоциясын ұстай алуы қиын. Бір нәрсені бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Ақпарат ұнаса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз.